Сәлеметсіздер ме? Мен Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектеп гимназиясы, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тарих пәні мұғалімі Әуеспаева Майра Абдракимовнаның. Еңбек өтілім 29 жыл, педагог зерттеушімін. Мен 9-шы Ә сыныбында Қазақстан тарихы пәнінен Қазақстан 2050 стратегиялар тақырыбында сабақ өткен болатын. Сабақты бастамас бұрын өткен білімді еске түсіруде хронологиялық әдісі арқылы сыныптық талқылау жүргіздім. Оқушылар болған жылдардағы іс-шараларды талқылап жадқа айтты. Жыл болған оқиғаны жадқа айта отырып есте сақтады. Келесі кезекте оқушыларды 3 топқа бөлдім. Тақырыпқа байланысты әр топқа атау бердім. Бірінші топ Қазақстан 2050 стратегиясы. Екінші топ Қазақстан 2030 стратегиясы. Үшінші топ 5 президенттік реформа. Әр оқушыға кері байланыс, өзін-өзі бағалау парағын таратып, әр тапсырманы мұқият орындап, өзін бағалауды және сабақтың соңында өз қорытынды баға қоятынымды түсіндірдім. Жаңа сабақтың тақырыбын ашу үшін мағынаны ашу әдісі арқылы стратегия сөзінің мағынасы сұралды. Оқушылар белсене қатысып жауап берді. Жаңа сабақтың тақырыбы Қазақстан 2050 стратегиясы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегияларды талдау. Осы мақсатқа жету үшін тақырыпқа байланысты бейнефильм көрсетуден бастадым. Қазақстан 2050 стратегиясының еліміздің дамуындағы рөлі қандай? Қазақстан 2050 стратегиясының 7 саяси бағыты қандай? Қазақстан 2050 стратегиясында көзделген мақсат қандай? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Елбасының Қазақстан 2030 ұзақ мерзімді стратегиясының негізгі жоспарланған жобалары межеленген мерзімнен бұрын іске асып, ендігі кезекте елдің дамуын бағдарлап, жолын айқындайтын ұзақ мерзімді стратегияның қажеттілігі туындады. Қазақстан 2050 стратегиясының еліміздің дамуында Білімленд платформасынан көрсетілген бейнефильмді тыңдай отырып, оқушылар түртіп алу әдісі арқылы мәлімет жинайды, түртіп алады, жазады. Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау дағдыларын дамытуға қол жеткізу үшін сыныптағы оқушылармен онлайн мектеп платформасындағы сөйлемді толықтыр, сәйкестендір, қорытындыны жікте, ақиқат және жалған, 3 жауапты таңда, хронологиялық әдіспен орналастыр тапсырмаларын орындады. Барлық оқушылар өз смартфондарынан жеке орындады және мен кім қай тапсырманы орындады, кім қанша балл алғанын интербелсенді тақтада көрсетіп отырдым. Оқы, талқыла және ұсыныс жаса дейді. Сондықтан өздері талқылап ұсыныс жасайсыңдар. Сабақты қорытындылау кезеңінде оқы, талқыла, ұсыныс жаса әдісі арқылы оқушыларды топ бойынша кестедегі стратегия басымдықтарының біріне талдау жүргізіп, құнды ойларын жинақтап, өз ойларын ашық айтты. Оқушылар өзін-өзі бағалау парағы арқылы өздері бағалады. Сабақтың соңында өз қорытынды бағамды қойдым. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.